Қызылордада дәстүрге айналған мың бала республикалық мәдени ағартушылық жобасының өңірлік кезеңінің қорытындысы болып өтті. Қазақ тілін еркін меңгерген түрлі этнос оқушылары үшін сайыс тартысты әрі қызықты болды. Тыңдаушылардың құлақ құрышын қандырған жаздарынды бұл байқауға алғаш рет қатысты. Жарқыра жаздарын тақырыбында өткен облыстық байқауда Қызылорда қаласынан және аудан мектептерінен 7 қатысушы бақ сынады. Маңызы жоғары жобаны іске асыруда жыл басынан бері облыс көлемінде түрлі форматты іс-шаралар өткізілді. Дөңгелек үстел, шығармалар байқауы, ашық диктант, кездесулер. Аудан мектептерінің жазғы тынығу лагерлерінде ұлттық және спорттық ойын түрлерінен жарыстар, байқаулар ұйымдастырылды. Жобаға тартылған мыңнан аса жас қазақстандық бірегейлік пен бірлікті нығайтудағы мемлекеттік тілдің маңыздылығын жете түсінді. Тартысты байқауда бірінші таныстыру, екінші салт дәстүр сан ғасырлық саф мұра. Қазақтың салт дәстүрінен сахнада көрініс қою кезеңі болды. Үшінші сиқырлы ұяшықтар кезеңде қатысушылар ұяшық таңдау арқылы мақал мәтелді жалғастырды. Ал төртінші соңғы кезең шығармашылық өнер, яғни өлең айту, билеу, көркем сөз, оқу, музыкалық аспапта ойнау сынды өнерлерін көрсетті. Атап өту керек, байқауға қатысушылардың барлығы үлкен дайындықпен келген. Бұл байқауда олар өздерінің сан қырынан танытып, қазақ тілін, мәдениеті мен салт дәстүрін жетік меңгергендігін көрсетті.